алпамыс, сонымен сен айтшы, қалай болды кешегіне? Кешегіне күшті болды. Сен қайда бардың? Маңызды бір кісілерге бардың ғой сен? Иә. Английский садик екен. Английский садик? Иә, ағылшынша үйретеді. Ана жердегі 3-4 жасар адамның бәрі ағылшынша сөйлейді, как положено. Как положено. Аты қандай еді? Маршмеллоу. Маршмеллоу деген не? Ағылшынша білетін жігіттен сұрайық. Зефир. Сөйтіп сондай жерге барып, мысалы кішкентай балаларға әртүрлі персонаждар киіндіріп, сөйтіп сол суреттер түсірдік. Сен үшін наурыз ата-аналарына сыйлай ма бірдеңе екен. Қиын болды ма? Қиын болды, азаннан кешке дейін жүрмін ғой. Қиналыпсың. Бір балаға 30 минут, 40 минут кетіп отырды. Кішкентай бала болғаннан кейін кішкентай баламен де жұмыс жасау қиын екен еще. Ана жаққа қаратасың, мына жаққа қаратасың, алдайсың. Қанша 100 мың теңге алғаныңды айтпай қояйық. Көз тиіп кетір. Соны өзіңе ұнады ма? Ұнады, иә. Ұнады ма? Ал заказчикке ұнады ма? Заказчикке ұнады, ол ұнағаннан кейін айтты. Бұдан әрі қарай да бірге жұмыс жасайық деп. Неғып күлдің? Бұдан әрі қарай жұмыс істемейік деп айта ма? Бұдан әрі қарай. Тағы да жұмыс істейік деп ма? Иә, клиент болайын деп. Супер, құтты болсын. Так, алпамысқа звондап қарызға ақша сұрай беріңіздер енді. Ал жігіттер әзірше анау кабинетте отыра тұрады. Ал мен болса бүгін біздің Жамеко бойынша онлайн саммит болады, құдай қаласа. Сол жерде Жамеконың түлектерінен кішкене ойларын естігіміз келеді. Жамеко туралы не ойлайды, қалай болғанын көреді олар. Өздерінің осы жылдар бойы, қаншама еңбек жылдар бойы мүмкін түйген ойлар бар шығар, идеялар бар шығар, соны тыңдайық және оны сол Жамеконың стратегиясына кіргізейік, жүзеге асырайық деген оймен саммит жинап жатырмыз. Бізде негізі колледжді 1500 адамнан жоғары бітірген, өте талантты жастар көп. Алдыңғы қатары 40-қа жақындады, 40-тан асты ма, тіпті 40-тан асқан алдыңғы қатар буын ағаларымыз бен әпкелеріміз. Сондықтан да біраз тәжірибе бар. Сол бастап көрейік. Ал сіздермен ары қарай біз влогты жалғастырамыз. Мен айтпақшыдай мынау очки, бұл менің очкиім емес, байқасаңыздар. Басқа еді ғой менде очки. Сол очкиім сынып қалған едім. Сол бүгін дайын болыпты, соған барамыз сіздермен бірге. Жақсы болған. Қазір шынымен бір мұқтаждық бір сезіп жатырмыз ол мәселеде. Не үшін? Өйткені колледждің енді өте үлкен тарихы бар, өте мықты, шынымен айтсам, белсенді түлектеріміз бар. Қазақстанда оны олай айтсақ ұят болмайды деймін, ол бір тәкаппарлықтың белгісі де болады деп айта алмаймын, бірақ ең жақсы колледждердің біреуі нақты айта аламыз. A few moments later. Не істеп отырсың жылы? Үшінші жылы жаңа нәрсе үйрен. Тәжірибе алмасып дейсің ба? Тәжірибе беріп отыр, алмасып қандай қоқсыз. Мынау кім не қылатыр? Кім берді ме? Кешегі клиент береді айтпақшы. Саған 8 марта өттік папа? Жоқ, біз бітірдік колледждің конференциясын. Мынау очки маған жараса ма? Жараспай ма? Өйткені бұл менікі емес. Мен очкиім сынып қалған. Соны дайын болыпты. Сонда алып кетейік. Сен үйіңе апарып тастайын. Мен монтажға кірсейін. Сен монтажға кірсің. Бірден көре сау сен жайлап істейсің. Мынау менің сынып қалған очкиім. Қазір мен Меруерт пен Мирасты алып, жаңа очкиді алып кетуге келдім.
Көп рахмет. Спасибо. Сау болыңыз. Так, Дос оптика. Рекомендуем всем. Мы все сейчас блогерами стали. Қалай, жарасты ма? Әдемі? Да. Мирас, папа қалай, әдемі ма? Папа әдемі ма? Папа әдемі ма? Сау болыңыз. Пока.